Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 75-ші сабақ. Бүгінгі тақырып мақал мәтел оқып жұмбақ шешейік, жаңылтпаш жаттайық. Бүгінгі сабақта мақал мәтелдерді қолданасын, жаңылтпашты жаңылмай айтасын, жұмбақтарды шешесін. Мақалда ой нақты, анық айтылады. Мәтелде ой астарлы, жұмбақтап жеткізіледі. Бірінші тапсырма сөз жұмбақты шеш. Мақал мәтел жарысы. Бірінші, жалқауға күнде мейрам. Асық ойнаған азар, ашу дұшпан, ақыл дос. Адам болар бала алысқа қарайды. Бірлік түбі тірлік. Білім ырыс қазығы, әдепті бала арлы бала, талапты бала талпынған құстай. Тазалық денсаулық кепілі, ұрлық түбі қорлық. Екінші тапсырма сөз жұмбақтағы мақал мәтелдерге қандай ортақ тақырып беруге болады дейді балалар. Өткен тапсырмадағы сөз жұмбақтарға қарайтын болсақ, бұл жерде жақсы және жаман істер туралы айтылған екен. Жаңылтпаштар дыбыстар мен сөздерді дұрыс анық айтып жаттығу үшін қолданылады. Үшінші тапсырма қарамен жазылған сөздерді белгілеп іштей оқып ал. Жаңылтпаштарды жаңылмай айтуға жаттық дейді балалар. Шеше неше кесе сынды кеше. Омартаға балалар бар, ол жерде балалары бар. Кеспе өссін тал, өссе өссін тал, өссе өссін тал, кеспе өссін тал. Жағажайда жағалай, жүгіреді қамажай. Малтам бар қалтамда, бір қалта талқан арқамда. Шөмеленбеген шөпті мен шөмелемей кім шөмелейді? 10 қапты қақ, 10 қапты қақта қатта. Бөдене бедеде, көбелек көдеде. Бедені бедеде, көдені көдеде. Тары ақтап, қапқа қапта. Біл бұл піл, бұл бір піл. Жұмбақтар табиғат құбылыстарының өзін қоршаған дүниенің сырын танып білуге талпынған халық ойынынан туған шығармалар. Жұмбақтар шік түсті, бөк түсті, алшы тұрды, тәйке тұрды, шеше алады, ал кім мұны? Бұл асық ойын екен балалар. Жеміс жидек жегенім, балды жақсы көремін. Жауабы аю. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Бұл пияз екен балалар. Самұрық құс самғады. Көктен өтіп, айға жетіп, жеңіл деді салмағы. Бұл ғарыш кемесі екен балалар. Көкшіл айна үйдегі көрсетеді киноны. Жауабы теледидар. 5-ші тапсырма суреттердің біреуін таңдап жұмбақ құрастыр дейді балалар. Бұл жерде біз айды таңдаймыз. Әдемі түнде мен жүрсем жүреді бірге.